Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Осы сұрақтарды видео ретінде қарастырып отырайық. Бізде кәдімгі ситуация, бұл жолда осындай ситуациялар болады. Мен қазір көптеген мысалдар келтіріп, сол жерде кім бірінші өту керек, не үшін, ереже бойынша қалай екенін сіздерге айтып өтем. Видеоны соңына дейін қарап, мұқият өздеріңіз зейін қойып тыңдасаңыздар, барлығы түсінікті болады. Ертең жолда жүрген кезде ешқандай проблема туындамайтын болады сізде. Сол себепті мұқият болыңыз. Мына жерде қандай ең бірінші жол белгілеріне қараңыз. Қандай жол белгілері тұр мына жерде? Әрине, бірінші мына жерде тұрған ескерту белгісі жолдың тарылуы деген. Оң жақтан жолдың тарылуы деген ескерту белгісі тұр. Одан кейін ақпараттық нұсқағыш белгі тұр. Әр жолақтың бағытын көрсетіп тұрған. Яғни, мына жүріп келе жатқан көк автокөлік жүріп келе жатқан жолақтың аяқталуы деген жол белгісі тұр мына жерде. Бұл жағдайда ешқандай қиындық жоқ, құрметті оқырмандар, өздеріңіз қарап отырыңыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Уже жауабын біліп отқан шығарсыздар. Мысалы, біліп отсаңыздар, комментарийге жазыңыздар, немесе өздеріңіз алдын ала осылай бірінші осы жүреді деп өздеріңіз бірінші жаңағы ответін айтып отырыңыздар. Одан кейін барып паузаға қойып немесе одан кейін барып менің жауабымды тыңдаңыздар. Және өзіңіз айтқанда да осы мысалы ақ көлік жол береді деп айтып қана қоймай, сіз ереже бойынша не үшін екенін өзіңізге талдап, сондай талдау жасап көріңіз. Сосын барып ары қарай қараңыз. Сіздің талдауыңыз дұрыс па екен? Енді мына ситуацияны айтып өтейік. Бұл жерде көк автокөлік жол беру керек ақ автокөлікке. Ақ автокөлік басымдылыққа ие болады. Себебі ол ақ автокөлік келе жатқан жолақ біткен жоқ, аяқталған жоқ. Енді ол мына всегда сіз жолақ ауыстыратын кезде, ауыстыратын жолағыңызда келе жатқан көліктердің барлығына жол бересіз. Мысалы, мына жолақта келе жатсыз ба сіз, мына жолаққа ауысқыңыз келді ма, сіз осы жолақтағы көліктің барлығына жол беруге міндеттісіз. Сол себепті бұл жерде әрине ақ автокөлік басымдылыққа ие болып, ол бірінші жүреді. Келесі жағдайды қарастырайық. Міне көк автокөлігіміз бізде үйінен шығып келе жатыр, жолға шығайын деп тұр. Жол қараңыз. Енді бұл тұрғын аймақ деп атайық мына жақта. Тұрғын аймақтың белгісі жоқ болса да, бұл сондай жер. Двордан шығып келе жатыр. Бұл мына жол. Жолдағы көліктер әрине басымдылыққа ие болады. Бірінші ақ, сосын көк. Келесі жағдайды қараңыз. Мына жерде жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жол белгілеріне қараңыз ең бірінші. Жол белгілері не деп тұр? Қандай жол белгілері тұр? Ескерту белгісі тұр, нұсқаулық белгісі тұр. Бұл жерде сізге оң жағынан айналып өтесіз дейді, мына кедергіні. Және жол жұмыстары жүріп жатыр дейді. Енді қараңыз, бұл жерде де дәл жаңағындай ситуация. Қызыл жүк көлік мына жасыл автокөлігімізге жол береді. Себебі ол жолақ ауыстырып жатыр. Кедергі осы қызыл автокөлік жүріп келе жатқан жолақта пайда болды. Сол себепті ол жолақ ауыстыруға мәжбүр. Жолақ ауыстыратын кезде ол мына жолақтағы барлық көліктерге жол беруге тиіс. Келесі жағдайды қарастырыңыз. Құрметті оқырмандар, қараңыздар. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Бұл реттелмейтін қиылыс, яғни бұл жерде светофор немесе реттеуші тұрған жоқ. Бұл жерде өзіңіз жол белгісіне қарайсыз да, басымдылығыңыз қандай жағдайда тұрсыз, соған байланысты жүрісіңізді жалғастырасыз. Және жол беруге байланысты кімге жол беретініңізді өзіңіз білуіңіз керек. Жол белгілері мына жерде реттілікті анықтайды. Басымдық белгілері орнатылып тұр. Міне басымдық белгілері мына жерде тұрғандар. Енді басты жол деген белгі мына жерде және осы жерде орнатылып тұр. Жол бер деген белгі мына қызғылт түсті автокөлік жолында орнатылып тұр. Әрине, қызғылт түсті автокөлігіміз соңғы жүретіні белгілі болды. Енді қараңыз, мына жасыл автокөлікпен мына қою жасыл автокөлігіміз, джип дейік, мынау жеңіл автокөлік. Осы екеуінен
кім бірінші жүреді? Екеуі де басты жолда тұр. Әрине, бұл жерде оң жақтан кедергі деген қағидаға қарайсыз. Екеуі де енді тең дәрежеде тұр ғой, тең дәрежеде тұрғандықтан сіз оң жақтан кедергіні өткізесіз. Яғни, міне сіз мына джипті айдап отырмын деп ойлаңыз. Джипті айдап отырсаңыз, сіздің оң жағыңыз қайда? Міне оң жағыңыз. Ал жеңіл автокөлікте отырған жүргізушіге оң жағынан кедергі бар ма? Оң жағынан кедергі жоқ. Сол себепті оң жағынан кедергі болып, егер мына қызғылт түсті автокөлік тұрған жол басты жол болған кезде, ол кезде кедергі болатын еді. Ал ол екінші дәрежелі жолда тұрғандықтан кедергі емес. Енді басты жолдағы көлік жүреді, сосын барып қызғылт. Келесі жағдайды қараңыздар, бұл шеңберлі жүріс, кольцевой дейміз. Енді қараңыз, бұл жерде мына жүк автокөлігіміз жолақ ауыстырмақшы. Мотоцикл ол мына жолақпен жүріп келе жатыр. Бұл жерде мотоцикл бірінші жүреді және джип жүреді. Қараңыз, мына жағдайда тұрғын аймақ деген белгі тұр. Міне тұрғын аймақтың аяқталуы және тұрғын аймақтың басталуы. Енді қараңыз, тұрғын аймақтың аяқталуы деген белгі жақта ГАИ қызметкері шығып келе жатыр тұрғын аймақтан. Яғни, ол шыққан кезде мына жолдағы көліктердің барлығына жол беру керек. Себебі тұрғын аймақ ол двор, ол екінші дәреже болып саналады автоматты түрде. Сол себепті міне қараймыз, көк көлік пен жасыл автокөлікке екеуі тең дәрежеде тұр. Себебі басқа ешқандай басымдық белгісі жоқ. Ешкімге басымдылық беріліп тұрған жоқ. Сол себепті екеуі тең дәрежеде тұр. Енді оң жақтан кедергі қағидасын қолдану керек бұл жерде. Оң жақтан кедергі қағидасын қараңыз. Жасыл автокөлік тіке жүрсе, оған оң жақтан кедергі бар ма? Әрине жоқ, оған оң жақтан кедергі жоқ бұл жерде. Көк автокөлігіміз солға бұрылса, оң жақтан кедергі бар ма? Әрине бар. Міне, көк автокөлік солға бұрылды делік. Ол кезде жасыл автокөлік оған оң жақтан кедергі болып шыға келеді, Значит, кім бірінші жүреді? Әрине, жасыл автокөлік бірінші жүру керек. Сосын барып, көк автокөлік. Мына жағдайды қараңыз. Екеуі де парковкада тұр. Екеуі де парковкада тұрған себепті көп адам ойлайды, бұл жерде бір-бірімен келісіп жүреді ғой деп. Олай емес. Тағы да оң жақтан кедергіні жіберу керек. Қызыл автокөлік бұрылды делік оңға. Оған оң жақтан кедергі бар ма? Жоқ. Көк автокөлік оңға бұрылса, солға бұрылса, оған оң жақтан кедергі болып қызыл шыға келеді. Осы себепті бірінші қызыл автокөлік жүреді. Келесі жағдайды қарастырайық. Бұл шеңберлі жүріс. Шеңберлі жүріске қызыл автокөлік енді түсейін деп тұр. Жасыл автокөлігіміз жүріп келе жатыр. Бұл жерде жасыл автокөлік басымдылыққа ие болады. Келесі жағдайды қараңыз. 72-ші автобус басты жолда тұр. Яғни ол бұл жерде бірінші жүретіні анық. Себебі мына жерде жол бер деген белгі тұр. Енді басқа да жол белгілеріне қараңыздар. Қандай жол белгілері орнатылып тұр бұл жерде? Және осы жерде жауапты комментарийге тағы да жазып кетсеңіздер, жол белгілерін анықтап, мынау мысалы басымдық белгісіне жатады. Мынау қандай белгі? Ол қандай 7 түрге бөлінеді ғой жол белгілері. Сол именно қандай түріне жататын осы 1, 2, 3 белгі және мына басымдық белгілерін өзім айттым енді сіздерге. Өздеріңіз атауларын белгілерін және қандай жол белгілерінің түріне жататын комментарийге жазып, активный болып, жол ережесін осылай үйреніңіздер. Осы видеодағыны сіздер тыңдап қана қоймай, өзіңізге бір жерге түртіп жазып алсаңыз, өте пайдалы болады. Назарларыңызға рахмет. Бұл ПДД Қазақстан YouTube каналы.